Ұлықпан мен шәкіртінің әңгімелері. Ұлықпан хакім өте әдепті болыпты. Одан бір шәкірті: «Хакім, әдепті кімнен үйрендіңіз?» деп сұрады. «Әдепсізден» деп жауап берді. «Әдепсізден не үйренуге болады?» «Өтірікшіден өзім бездім. Себебі өтірік айтып басы дауға шатылды. Былжыңнан да қаштым. Бос сөзден оның жүрегі қатайып, жаман мен жақсыны айыруда мақұрым қалды. Өсекшіден аулақ кеттім. Қарасы жұқты. Мақтаншақ өз дамбалын өзі былғады. Одан да жиіркендім. Күншіл көршім менімен бақталас, өз бағын өзі тепті. Дөрекі мен тұрпайдан шошындым. Қасында жанашыр туысы қалмады. Қылжақпас қырсықтан жырақ жүрдім. Досынан айырылды. Өзімшіл тәкаппардан сақтандым. Оларды Құдай ұрды. Осы бақытсыз пенделердің өмірін зерделеп, олардан үлгі алдым. Ғибрат алатын адамға оларда да ғылым бар екен» депті. Ұлықпан хакімнің сұхбатына қатысып отырған бір шәкірті: «Хакім, білгірлікті кімнен үйрендіңіз?» деп сұрайды. Хакім: «Табан жолын көрмейтін соқырлардан үйрендім. Олар алдын таяғымен түртіп, жолын тексермей, бір адым алға баспайды. Жолы қауіпсіз болса ғана жылжиды. Мен де сол сияқты бастар ісімді, айтар сөзімді әбден пысықтап аламын. Игі іс болса қолға аламын, пайдасыз болса доғарамын» депті. Бірде шәкірті Ұлықпан хакімнен: «Я хакім, дүниеде бақытты күндер, бақ дәулет, қуанышты сәттер неге тұрақсыз?» деп сұрайды. Хакім: «Тәңірі тағала адамды жаратқанда денесіне бір күн қуаныш, 40 күн қайғы нөсерін жаудырған. Тәубадан жаңылмасын деп шаттығын берсе, шер мұңында қоса берген. Әлемде жұпсыз зат жоқ. Ақ пен қара, күн мен түн, өмір мен өлім, бақыт пен қайғы, жақсылық пен жамандық, ізгілік пен зұлымдық, сарандық пен жомарттық, мейірім мен қатыгездік, сынықтық пен тәкаппарлық, күндестік пен ақ жүректік. Әлем жаралғалы қайталасып келеді. Баянды бақыт пен шексіз шаттыққа жетудің жалғыз жолы адам баласына риясыз қызмет ету» депті. Ақ кебінге оранып, ақтық сапарға кетіп бара жатқан бір байды көріп, Ұлықпан шәкірттеріне: «Жер хабар айтып бармасын. Мына адам өтірікші екен» депті. Шәкірттері түсінбей: «Өлген адам туралы неге олай айтасыз?» деп сұрады. Хакім: «Осының алдында ғана маған менде сәулім сарай, қора-қора малым, сандық толы алтыным бар деп мақтанып еді. Енді қарасам түгі жоқ. 10 кез боз матаға оранып бақиға кетіп барады» депті.